Намруд патша кыссасы. Ибрахим пайгамбардын тусунда Бабыл элин бийлеп турган Намруд деген патша болгон. Ел ішінде тараған Ибрахим пайғамбар жайлы әңгімелерді естіген Намруд патша оны өзіне шақыртып, оның Раббысы жайлы сұрай бастады. Ибрахим оған: «Раббым өлтіреді және тірілтеді» деді. Сол уақытта Намруд абақтыдан өлім жазасына кесілген екі кісіні алып келуді бұйырады. Ол екеуінің бірін өлтіріп, бірін босатады да: «Мен де өлтіремін және тірілтемін» деді. Мұны естіген Ибрахим: «Расында Алла күнді шығыстан келтіреді, сен оны батыстан келтірші» деді. Сонда әлгі кәпір патша сасып қалады. Ол кезінде Ибрахимнің оттан аман қалғанынан хабардар еді. Осы себепте Ибрахимге қарсы шығуға бата алмай, біздің арамыздан кет деді. Сөйтіп Ибрахим Иракты тастап шығып Шам еліне бет алды. Ал Намруд патшаға мұнан кейін де Алла ескертушілерін жіберді. Ол болса ескертуге құлақ түрмеді. Тіпті ескертушіге: «Сен өз әскеріңді жинап кел, ал мен өз әскерімді жинайын» деді. Осылайша Намруд патша әскерін жинады. Таң ататын уақытта Алла әскерге масаларды жіберді. Масалардың көптігінен күн көрінбей қалады. Осылайша Намрудтың әскерін маса талап, олардың тек сүйектері ғана қалды. Ал Намрудтың өзін сарайына кірген бір маса ол жан тапсырғанға дейін қинап өлтірді. Міне өзін Аллаға теңемек болған тәкаппар Намрудтың өмірінің соңы осылайша өкінішті аяқталды. Адамдарға олардың ақылына қонатын дәлелді айту керек. Раббияллази юхи ва юмит деді. Менің Раббым тірілтеді және өлтіреді. Яғни адам баласының ақылына қонымды дәлелді алып келді. Қане, сенің қолыңнан осындай іс келе ме? Бұл менің Раббым сондай күш құдіреттің иесі, қалаған пендесіне өмір береді, қалаған пендесіне өлім береді деді. Намруд: «Мен де қолымнан осындай нәрселер келеді» деген кезде Ибрахим алейхиссалам оның аузына былай деп қым қояды: Шын мәнінде Алла Тағала күнді шығыстан шығарады. Егер сен жаңағы осыны мен де тәңірмін десең, немесе мен де күш құдіреттің иесімін десең, сен онда оны батыстан шығарып көр деген мағынада дәлел айтты. Осындағы аяттың мағынасына, немесе Ибрахим пайғамбардың жаңа патшамен болған арасындағы сұхбатта пікір таласты алып қарайтын болсақ, бұл жерде бірінші келтірген дәлелі де, екінші келтірген дәлелі де өте бір бұлтартпас дәлел болатын, және ақылға қонымды болатын. Жоқтан бар қылу тек Алланың ғана қолынан келеді. Ибрахим алейхиссаламның меңзеп тұрғаны Алла тағала жоқтан бар қылады, жансыз нәрсеге жан беріп, оны тірілтетіндігін меңзеп тұрады. Алайда Намруд өзінің ақылының келтелігінен тірі тұрған адамды өлтірмеуін жан бердім деп ойлау еді. Негізінде Алла тағала қарап тұрсақ, барша нәрсені жоқтан бар етіп жаратушы жаббар иеміз, жаратушымыз. Өйткені Алла тағала жаны жоқ нәрсеге жан беріп тірілте алады. Айналамызға көз салып қарасақ, күздің күні жапырағы төгіліп, қу сүйекке қурайға айналған ағаштарды, шөптерді көктемде қайтадан құлпыртып, бүршік атқызып Алла тағала жан берген секілді, жоқ адамдарды да Алла тағала ет пен сүйектен жаратып жан береді. Сол секілді дүниеден өткен кісіні де ертең мақшар алаңында Алла тағала өз құзыретімен тірілте алады. Дінге шақырғанда жанжалдасып, қарсыласып кетпеу керек. Осы жерде ең алатын тағылым: жоқ, сен өмірді дұрыс түсінбедің, сен ондай мағынада мен айтқан жоқ едім. Жоқ, сен оны өлтіре алмайсың, тірілте алмайсың деп қарсы келмей, Мәселені ушықтырмай, немесе сол туралы тереңдетіп, оның өзінің пікірін, немесе оның өмір және өлім жайлы түсінігін арғарап түзетуге емес, екінші нақты бұлтартпас дәлелді алып келеді. Патша Аллаға қарсы шығып тұрса да, сол патшаға құрмет көрсету арқылы даналықпен өзінің ақиқат жолына шақырып тұр. Bu yerda İbrahim Aleyhisselam'ның Allah'ның құлы исламға өте мінайы, көркем мінезбенен шақыру арақашықтығын дәлелдейді. Алланың дініне шақырғанда дұрыс әдіс тәсілді таңдау керек. Қарап тұрғанымыздай, өздерінің көзі көріп жүрген нәрселерді өздеріне ашық баяндап, дәлел ретінде көрсеткен. Сондықтан да өзіміздің азиз дінімізді насихаттап, ел жұртқа жеткізген кезде
бізде даналықпен, сыпайылықпен, жұмсақтықпен жеткізуге тырысуымыз керек. Және де күнімізде болып жатқан жағдайларды байланыстырып, дәлел ретінде келтірсек те болады. Кез келген адамға бір нәрсені айту емес, ол кісінің қызметіне, ол кісінің білім деңгейіне, немесе ортасына қарай айтылатын сөздің мәнері, немесе айтылатын сөздің өз орнымен болуы, бұл да өте маңызды болады. Егер де біз өзіміз дінді насихаттағанда дұрыс әдіс тәсілді ұстанатын болсақ, имандылықты қабылдауына, немесе ислам дінінің дұрыс түсінуіне бірден бір үлкен бір себеп болады деген ойдамыз. Басқалардың айтқан ақыл кеңесін қабылдай білуге үйренуіміз керек. Билік Алла тағаланың берген үлкен бір сыны. Көп жағдайларда қолында билігі бар кісілер, мансабы бар кісілер, атағы бар кісілер, байлығы бар кісілер дандайсып, ақиқатта мойындамайтын жағдайға келеді. Керісінше, Алла тағала билік берсе, байлық берсе, мүмкіншілік берсе, сол бергені көлемінде біз Алла тағаланың алдында кішіпейіл болып кішірейе беруіміз керек. Ал тәкаппарланып, нәпсіміздің айтқан тыңдап, ақиқатты мойындамағанда Алла тағаланың ашуы, Алла тағаланың азабының зор екенін біз білгеніміз дұрыс. Сондықтан да өзінің қолында билігі болып тұрған Намруд ақиқатты мойындағысы келмей, Ибрахим алейхиссаламның айтқан дәлелдеріне өзінше уәж келтірмек болады. Өте сақ болатын мәселе, кез келген билік тұтқасын ұстаған адам сол қызмет бабына байланысты өзінің жауапкершілік міндетін сезіну керек. Басқа кісілердің алдында ол кісінің бір қадам жоғары тұруы, ол адамның бойында нәпсісіне бір түрткі болады. Және өзінің бойында бірте-бірте менмендік, бір тәкаппарлық адам бойына қалыптаса бастауы мүмкін. Намрудтың бойында да мен патшамын, мен осы елдің биліктің иесімін деген менмендігі, оның тәкаппарлығы, оның иман келтіруіне тікелей бір кедергі болған, тосқауыл болған мәселенің бірі осы тұсы болатын. Қандай қызметте болсақ та өзімізге бір ақыл кеңес айтқан, немесе бізді тура жолға салғысы келу мақсатында өзімізден қызметі төмен, жасы кіші кісілердің де айтқан кеңесі болатын болса, оны дұрыс қабылдауымыз керек. Дінді даналықпен жеткізу керек. Дінді насихаттаған кезде Ибрахим алейхиссаламның ұстанған тәсілі сияқты даналықпен насихаттау керек. Бұл туралы Алла Тағала Құран-ы Кәрімде басқа бір аятта нақты айтады. Алланың жолына даналықпен, көркем мінез құлықпен шақыр дейді. Яғни Алла Тағаланың жолына шақырып тұрған адам даналықпен айту керек. Әрбір сөзін оңды сонда айта берсе, алдындағы кісі оны басқаша түсінуі мүмкін. Мүмкіндігінше даналықтың маңыздылығы өте қажет. Білім болып, білімге сай даналық, оған сай терең түсінік болмаса, білім жетімсірейді. Сондықтан да білген нәрсені бойына сіңіріп, оның егжей-тегжейін бағалап, даналықпен, терең түсінікпен халыққа жеткізе білу, және сол білген нәрсесімен өмір сүре білу, бұл білімнің негізгі міндеті. Кез келген басшылыққа сен өзің мысалы дінді дәлелдеу үшін емес, ең бірінші оның жүрегіне иманның нұрын төгуің керексің. Өзі білмей тұрған нәрсені білдіремін деп үстемшілік жасаудың өзі дұрыс емес. Алла ризалығы үшін шын ықыласыңмен үгіт насихатыңды жеткіземін деген ойың болса, Алла Тағаланың көмегі арқылы міне Ибрахим Намрудке қалай жеткізген болса, дәл сол секілді Алла Тағала өзі күш-қуат беру арқылы сол басшыға жеткізу құдіретіне ие боласың. Мұсылман адам білімді және ізденімпаз болу керек. Бір дін туралы айтатын кезде, сол дін туралы айтатын адам, діни қызметкер, діни мәселені дұрыс, жақсы, терең меңгерсе, оны айтқан кезде де бір дәлел емес, бірнеше дәлелдермен, ол жаңағы адамның табиғаттағы дәлелі, ғылыми дәлелдерді келтіре отырып, немесе Құрандағы аяттарды, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадис шәрифтерін келтіру арқылы өзінің айтқан сөзін, немесе өзінің айтып отырған ойын нақты бірнеше тұсынан дәйектей біледі. Біз қазіргі қоғамда да, мынау зайырлы қоғамда өмір сүргендіктен көптеген кісілер математика саласында, немесе химия, биология саласында, немесе информатика саласында жан-жақты терең білім иесі болып отыр. Сондықтан оларға сол өз саласында айтатын болсаңыз, онда міндетті түрде мынауың рас екен, мен мынауыңа мойындаймын, сенің сөзің дұрыс екен деп имандылыққа келудің бірден бір әдіс тәсілінің бола алады. Ибрахим алейхиссалам Алла Тағала тарапынан берген білім мен Намрудтың алдында керемет дәлелдер, керемет уәждер айтты.
Ал егер білімді болмағанда Намруттың алдында сасып немесе не айтарын білмей қалатын еді. Сондықтан да мұсылман баласы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үндеуі бойынша білімді болу керек, іздену керек. Біз кешегі білген нәрсемізді бүгін місе тұтып жүретін болсақ, біздің қоғамда мұсылмандардың арасында ілгерілеу болмайды. Сондықтан да мұсылман баласы қашанда ізденіп, оқып, үйреніп, білімін шыңдай түсу керек. Тал бесіктен жер бесікке дейін білім алу мұсылман баласының қасиетті міндеті. Алланың көркем есімдері мен кемел сипаттарын танып білуге тырысуымыз керек. Аллах тағалаға тән Алла тағаланың жаратушы халиқ сипаты қазіргі кезде біздің өзіміздің пендешілігімізден кейбір іс-әрекеттер жасағанда мен сені бағып қағып отырған, немесе мен саған жаңағы жағдайыңды көмектесіп отырған бірінші Алла, бұл біз себепші ғанамыз. Біз сенің бұның барлығыдан бізге берілген бір сынақ өмір. Біз оны жасау арқылы Аллах тағаланың жаратушы сипатына, немесе оны өзіміздің бойымызға алу, немесе сондай бір теңдік деңгейіне жету мақсатында түсіндірмеуіміз керек. Және де Аллах тағаланы дұрыс танып білуге деген талпынысымыз болу керек. Жоқты бар қылу, өліні тірілту, тіріні өлтіру ұлы болған жаратушымыздың ерекше сипаты. Сондықтан да дана бабаларымыз құдайсыз қурайсынбайды деп бағалаған. Ал кей жағдайларда адам баласы көп нәрсеге менің шамам жетеді деп бәлсінеді. Негізінде Алла тағала Құран кәрімде бүкіл адамзат жиналса да шыбынның қанатын жасай алмайды деген. Сондықтан да айналадағы бар нәрселер бұл Алла тағаланың құдіретімен жасалған дүниелер. Ал енді жоқ нәрсені шығару немесе жоқ нәрсені жарату, оны жасау адам баласының қолынан келмейді. Алла зұлымдық қылушыларды тура жолға салмайды. Алла тағала осы Намрудқа байланысты аятта Алла тағала залымдар тура жолға салмайды дейді. Зұлымдық жасап, оның дұрыс емес екендігін біліп, көз жетіп тұрғанына қарамастан қасарысқан, қырсыққан адамдарды Алла тағала тура жолға салмайды. Ал егер пенде ретінде бір зұлымдық жасап, кейін оның қате екендігін түсініп, тәубаға келіп, Алла тағаладан кешірім сұраса, біз Алла тағаланың кешірім сипатымен мағфирет ететіндігіне үміт етеміз. Егер Аллах тағала бір кісіні тура жолға салмаса, оған қаншалықты дәлел келтірсек те, ол тура жолға түспейді. Яғни, осы аятта Ибрахим пайғамбарымыз Намрудқа бұлтартпайтын дәлел келтірді. Ол имандылықты қабылдап, иә, сенің айтқаның дұрыс екен, ақылға қонымды екен деп қабылдаған жоқ. Яғни, сол қалпында дүниеден өтеді. Дінді насихаттағанда қызуғандылыққа салынбау керек. Ибрахим алейхиссалам Намрудпен айтысқанда, тіпті Намруд өзін тәңір санап тұрғанына қарамастан, қаһарлы басшы болса да, оған кәдімгі айқайлап жаңағы дәлелде емес, көркем мінезбенен, хасанал құлықпенен Алланың бірлігін, барлығын әдемілеп жеткізу керек. Сол секілді біз дінді насихаттап, уағыздағанда әртүрлі сұрақтар, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сол үшін мұсылман баласы көркем дінді жеткізген кезде көркемділікпен, байсалдылықпен, шыдамдылықпен керемет түрде дінімізді жеткізуіміз керек. Дінді насихаттаған кезде, дінге басқа кісілерді шақырған кезде өте сақ болатын мәселе, бұл өте салқынқалдылық болу. Яғни сабырлық таныту. Адамға айтқан кезінде ол адам қарсы шығуы мүмкін, немесе өзіндік пікір айтуы мүмкін. Жаңа Ибрахим пайғамбарымызға Намрудтың келтірген дәлелі сияқты өзіндік бір пікірді алға тартуы мүмкін. Десек те, оған ашуланып, сенікі дұрыс емес, сен бұл жерде бұны басқаша түсіндірдің демей, салқынға жарайды. Енді онда мына мәселені көріңіз. Оны да егер жоққа шығарып жатса, оны болды, сен енді мұсылман емессің, кәпірсің демей, ол кісінің алдағы уақытта Алла тағала хидаятқа салуына, тура жолға бастауына дұғада, тілекте болатындығы, ол адамға, мұсылман адам, дінді насихаттаушы адам ешқандай да жамандық ойламайтындығы, мүмкін ол алдағы уақытта сол адамның бойындағы жақсы мінез құлқына қарай, жүріс-тұрысына қарай, адалдығына қарай, мүмкін алдағы уақытта соны үлгі өнеге етіп, иә, мына кісі шын мәнінде жақсы екен, өзінің айтып тұрған сөзі, жүріс-тұрысында көрініс табады екен деген сияқты үлгі өнеге ретінде болуы мүмкін. Яғни нақты сол кезде сен мұсылман болдың, сен мұсылман болмадың, сен болды, енді бұлай жасамасаң сен кәпір болдың деген сияқты кесімді түрде бір шешім шығарудан мүмкіндігінше аулақ болуға тырысуымыз керек.
әрдайым жаратылысқа қарап жаратушы жайлы ойлануымыз керек. Мен Аллаға сенемін, бүкіл Алла Тағаланың міндеттерін атқарамын деген кезде әлі де болса өзінің иманына ақли дәлелдермен толықтырып отыру керек. Яғни мен тек қана жаңағы намаз оқып жатырмын, немесе құлшылық жасап жатырмын деп емес, шын мәнінде мына дүниеге қарай отырып, әлемдегі болып жатқан осында табиғаттағы неше түрлі құбылыстарды, я субханалла, мынау бұл неткен керемет, неткен Аллах Тағаланың күш құдіреті. Кішкентай ғана өсімдіктің дәнінен, жерге түскен дәнінен қандай өсімдік шығады, немесе сол өсімдіктің бір кішкентай ғана дәнінен бізге қаншалықты, мысалы бидайды алып қараңыз, жүгеріні алып қараңыз, күрішті алып қараңыз, міне осындай бір дәннен қаншама бізге азық беретін, немесе өнім беретін ағаштар бар, қаншама жан-жануарлар бар. Осылардың барлығын біз үлгі өнеге ретінде қарай отырып, Аллах Тағаланың осыншалықты күш құдіреттің иесі екендігін көз жеткіземіз. Алланың алдында жаратылған нәрсенің барлығы әлсіз екендігі өзінен өзі көрініп тұрады. Сол үшін біз бүткіл жаратқан дүниенің барлығы Алланың алдында әлсіз екені һәм Алланы мойындайтынымызды білеміз.